Күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз ауызда еріп кететін рулет жасайтын боламыз. Бізге сүт, кукурузный крахмал, секер, жұмыртқаның сарысы, сары май және шоколад қажет. Сүтті, секерді, жұмыртқаның сарысын және крахмалды салып, отта қайнататын боламыз. Массамыз қоюланғанға дейін осылай былғап тұрамыз. Қоюланғаннан кейін ысы күйінде шоколадтың үстіне құямыз. Шоколад ерігенше араластырамыз да бөлме температурасында суытатын боламыз. Бисквит жасауға бізге сүт, жұмыртқаның сарысы, ағы, секер, ұн, какао және сұйық май қажет. Жұмыртқаның ағын миксермен араластырамыз. Үстіне біртіндеп шекер салып отырамыз. Достар, ескеретін жағдай, венчигіңіз бен ыдысыңыздың құп-құрғақ болу керек. Кішкентай ішіне су тиетін болса, массаңыз көтерілмей қалады. Бізге аппақ масса қажет, пышный болу керек. Міне осындай пышный болып аппақ масса шығады, меренгі сияқты. Содан кейін жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Сүтті құямыз. Сұйық май құямыз. Какао мен ұнды біріктіріп, ситадан өткізіп барып саламыз. Біркелкі болғанша араластырып аламыз. Массамыз отырып қалмайтындай жаймендеп араластыру керек. Формаға салып жаямыз. 150 градуста 20 минут пісіреміз. Келесі ары қарай кремімізді жасайтын боламыз. Сары майды тағы да миксермен араластырып, яғни ақ болғанға дейін езіп аламыз. Сосын үстіне суытып қойған кремімізді біртіндеп салып отырып араластырамыз. Креміміз дайын. Мен осындай кондитерлік қапқа жартысын салып алдым. Рулеттің бетін әрлеуге қажет болады. Бисквитіміз пісті, формадан түсіріп аламыз. Жан-жағын кесіп түсіріп аламыз. Суығанша бетін орамалмен жауып қоямыз. Суығаннан кейін екінші пергаментный бумагын үстіне түсіріп, үстіне алып тастаймыз. Кремімізді салып жағып шығамыз. Біркелкі тіп барлық жеріне жағып шығамыз. Пергаментный бумагының көмегімен нығыздап басып отырып ораймыз. Рулетіміз шықты. Енді осының үстіне әрлейтін боламын. Қалаңызша әрлеп шығасыз. Тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Қатқаннан кейін барып кесеміз. Осындай әп-әдемі рулет шықты. Достар, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді болады. Жасап жатсаңыз ас болсын.